Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Ну все, ребята, вам теперь крышка. Қаралы күз және үнсіз ант. Қарашайының ызғарлы жаңбыры Алматының шетіндегі зиратты жуып жатты. Аспан түнерген, ауада ылғал мен дымқыл топырақтың иісі қолмен ұстағандай сезіледі. Жаңбыр тамшылары қара қол шатырларды ұрып, бейне бір аспанның өзі жылап тұрғандай әсер қалдыратын. Зират басында жиналған адамдар көп емес еді. Олардың басым бөлігі кеуделеріне медальдарын таққан, шаштарын қыраушалған, жүздерінде ауған соғысының өшпес тыртықтары бар егде жастағы ер адамдар. Олар ауған соғысының ардагерлері, қаруластары, Асқарды соңғы сапарға шығарып салуға келген бауырлары еді. Ортада жабық табыттың жанында 38 жастағы Рустам қимылсыз тұрды. Оның үстіндегі қара пальтосы жаңбырдан малшынып су болған, бірақ ол қолшатыр ұстамады. Рустамның жанары табытқа қадалған, бет әлпеті тастай қатып қалған. Ол жыламады. Оның көз жасы осыдан 20 жыл бұрын ата-анасынан айырылған кезде таусылған болатын. Содан бері оған әке орнына әке, ана орнына ана болған, оны өсіріп адам еткен жалғыз тірегі ағасы Асқар еді. Асқар жай ғана адам емес-тін. Ол 1980 жылдардың аяғында Паншер шатқалындағы ең қанды шайқастардан тірі шыққан, рота командирі болған нағыз жауынгері. Соғыстан кейін ол қалада жастарға арналған Сұңқар бокс клубын ашып, жүздеген көше балаларын қылмыстан арашалап спортқа баулыған. Ешкімнің ала жібін аттамаған, турашыл, намысты ер еді. Бірақ кеше оның денесін қала сыртындағы шатқалдан жанып кеткен өз көлігінің ішінен тапты. Зират басындағы рәсім аяқталып, адамдар тарай бастады. Рустам табытқа топырақ түскенше үнсіз тұрды. Ауғандық ардагерлердің бірі, Асқардың ескі досы Қанат ағай Рустамның жанына келіп, оның иығына ауыр қолын қойды. Рустам, ол жақсы адам еді. Екеуміз Қандағарда бір окопта жатқанбыз. Ол мені өлімнен құтқарған, Қанат ағайдың дауысы дірілдеп кетті. Полиция не дейді? Қалай болған өзі? Полиция мұны жазатайым оқиға дейді, деді Рустам мұздай суық, эмоциясыз үнмен. Рөлге ие бола алмай, шатқалға құлап кеткен дейді. Қаннан спирттік ішімдік табылыпты. Қанат ағайдың көздері шарасынан шығып кете жаздады. Ол ашумен басын шайқады. Не оттап тұр олар? Асқар 1988 жылдан бері госпитальден шыққалы бір тамшы ішімдік ішпеген адам. Ол тіпті тойларда да су ғана ішетін. Бұл өтірік. Мұның артында бір сұмдық бар, Рустам. Рустам үндемеді. Ол ағасының ішпейтінін бәрінен де жақсы білетін. Асқардың көлігі ешқашан жолдан шығып кетпейтін, өйткені ол көлікті өте ұқыпты айдайтын. Рустам іштей бұның жай ғана өлім емес, тапсырыспен жасалған қастандық екенін сезіп тұрды. Және ол бұл істі полицияға қалдырмауға бекінген еді. Ол тергеушінің жалтақ көздігін, сарапшылардың асығы шығарған қорытындысын көрген. Полиция біреуден қатты қорыққан немесе сатылып кеткен болатын. Жабық есіктермен жалған тергеу. Сол күні кешке Рустам аудандық полиция бөлімшесіне барды. Тергеуші Ерлан, жасы 30-дар шамасындағы, үстелінің үсті қағазға толған, көздері кіртеген жігіт еді. Ол Рустамды көргенде ыңғайсызданып қағаздарын ақтара бастады. Рустам аға, көңіл айтамын. Бірақ мен сізге бәрін түсіндірдім ғой. Іш жабылды. Бұл кәдімгі жол апаты. Сараптама қорытындысы бар, деді тергеуші көзге тіке қарауға батпай. Рустам оның үстеліне жақындап, орындыққа отырмастан, тікесінен тік тұрып, тергеушіге тесіле қарады. Оның жанарындағы сұстылықтан тергеушінің маңдайынан тер бұрқ етті. Ағаның денесіндегі көгерген іздер ше? Оның оң қолының 2 саусағы сынып кеткен еді. Жол апаты кезінде саусақтар дәл олай артқа қарай қайырылып сынбайды. Ерлан, ол қорғану кезінде немесе біреу әдейі сындырғанда ғана солай болады, деді Рустам даусын көтермей-ақ, бірақ әрбір сөзін шегелеп. Ол көлік аударылғанда рульге қысылып қалған шығар, тергеуші кекештеніп жауап берді. Ал көліктің тежегіш құбыры, тормозной шланг. Ол кесілген еді. Мен оқиға орнына барып, көліктің қалдықтарын өз көзіммен көрдім. Металдың үзілген жері табиғи емес, пышақпен кесілгенге ұқсайды. Тергеуші орнынан атып тұрды. Тыңдаңыз, Рустам. Сіз қайғырып жүрсіз, түсінемін.
Бірақ қиялыңызға ерік бермеңіз. Ағаңыз мас болған, жылдамдықты асырған болды. Іш жабылды. Маған бөгет жасамаңыз. Рустам оның үстеліне екі қолын тіреп, Ерланның бетіне жақындады. Сені кім қорқытып отыр? Ерлан, айт маған. Кімнің атын атауға қорқасың? Тергеушінің көздерінде нағыз үрей ойнап кетті. Ол есікке қарап қойып дауысын бәсеңдетті. Жоғалыңыз бұл жерден. Егер өз өміріңіз қымбат болса, қазбаламаңыз. Ағаңыз дұрыс емес адамдардың жолын кесіп кетті. Бұл қалада оларға қарсы тұра алатын ешкім жоқ. Тірі қалғыңыз келсе, бәрін ұмытыңыз. Рустам түсінді. Полиция оған көмектеспейді. Олар қылмыскерлердің қалтасында немесе қорқынышының құрсауында еді. Ол үнсіз бұрылып бөлімшеден шығып кетті. Оған полиция керек те емес болатын. Рустам қарапайым азамат емес еді. Ағасы оған әскери тәртіпті жекпе-жекті үйретіп қана қоймай, оны нағыз жауынгер етіп тәрбиелеген. Рустам кезінде арнайы барлау тобында мерген болып қызмет еткен, таяу шығыстағы операцияларға қатысқан нағыз жалғыз қасқыр еді. Ол ағасының өлімі үшін жауап беретін адамдарды заңмен емес, өз қолымен жазалауға шешім қабылдады. Сұңқар клубындағы жасырын хат. Түн ортасы. Рустам Асқар ағасының Сұңқар бокс клубына келді. Клубтың есігіндегі құлып бұзылған, іші тасталған болған. Жартылған бокс қаптары, груша, сынған айналар, шашылған құжаттар. Біреулер мұнда келіп бірдеңе іздегені анық еді. Рустам клубтың ішін аралап жүріп, бұрыштағы Асқардың шағын кабинетіне кірді. Сейф бұзылып, іші босатылыпты. Компьютердің қатты дискісі жұлынып алынған. Бұзақылар Асқардың өлімінен кейін бірден осында келіп, барлық дәлелдерді жойып кетпек болған. Бірақ олар Асқарды толық білмейтін. Ауған соғысының ардагерлері ешқашан маңызды нәрселерді көзге көрінетін жерге сақтамайды. Рустам кабинеттің бұрышында ілулі тұрған ескі, шаңы шыққан бокс қолғабына, перчаткасына жақындады. Ол Асқардың алғашқы бокс қолғабы еді. Рустам қолғаптың ішіне қолын сұғып, оның астыңғы астарын жыртты. Сол жерден кішкентай, қанға боялған флешкамен бүктелген қағазды алып шықты. Қағазда Асқардың асығыс, қисық жазуымен былай деп жазылған еді. Рустам, егер осыны оқып отырсаң, демек мен бұл өмірде жоқпын. Кешір мені, бауырым. Қасап лақап аты бар Қасым деген криминал авторитет менің спорт клубымның жеріне көз тікті. Олар бұл жерді бұзып, орнына казино салғысы келеді. Олар маған 2 рет келіп қорқытты. Мен бас тарттым. Кеше олар менің тәрбиеленушілерімнің бірін, 16 жасар ермекті ұрып соғып, ауруханаға түсірді. Мен оларға қарсы тұру үшін прокуратураға арыз дайындап, олардың заңсыз істерінің дәлелдерін мына флешкаға жинаған едім. Бірақ олар менің соңыма түсті. Полиция олармен сыбайлас. Бауырым, өзіңді сақта. Оларға араласпа. Олар нағыз хайуандар. Рустам қағазды қатты қысқаны соншалық саусақтары ағарып кетті. Ағасы соңғы деміне дейін әділеттілік үшін күрескен, басқаларды қорғаған. Ал олар оны қорлап, азаптап өлтірген. Рустам флешканы қалтасына салды. Оның көз алдындағы қараңғылықты қызыл кек оты басты. Мен араласпаймын, аға, деп сыбырлады ол қараңғы бөлмеде. Мен олардың көзін құртамын. Қарудың оянуы. Рустам қаланың сыртындағы өзінің ескі саяжайына, дача, келді. Ол жертөлеге түсіп, қабырғадағы жасырын тұтқаны бұрады. Ауыр шкаф 2-ге айырылып, артынан үлкен темір сейф көрінді. Кодты теріп, есікті ашты. Сейфтің ішінде жай ғана қару емес, нағыз соғыс арсеналы жатыр еді. Жылдар бойы майланған, тазаланған, өз иесін күткен қарулар. Арнайы жасақтағы мергендік винтовкасы, сывды үнсіз атуға арналған вал автоматы, 2 глок 19 тапаншасы, тактикалық пышақтар, бронежилет және байланыс құралдары. Рустам үстіндегі пальтосы мен костюмін шешіп тастады. Оның бұлшықеттері ойнаған кең иығында және арқасындағы бұрынғы оқтан қалған тыртықтары көрінді. Ол қара түсті тактикалық киімін, бронежилетін киді. Оқшашарларды, магазиндерді толтырып, пышағын белдігіне бекітті. Айнаға қарады. Ол енді Рустам емес, ағасының қаны үшін кек алуға дайындалған,
өлімнің жаршысы, нағыз жазалаушы еді. Оның жүрегіндегі қайғы орнын суық есеп пен аяусыздық басты. Бандиттер ауған соғысының ардагерін өлтіріп, үлкен кедергіден құтылдық деп ойлады. Олар жеңістерін тойлап, қаланы өз қолдарына алдық деп масаттанып жатқан еді. Бірақ олар Асқардың артында қандай құбыжықтың тұрғанын, кімнің құйрығын басқандарын мүлдем білмеген еді. Олар оятқан жыртқыш енді олардың соңына түсті. Және бұл соғыста ешқандай сот, ешқандай кешірім болмайды. Флешкадағы шындық және алғашқы нысана. Түн ортасы. Саяжайдың жертөлесіндегі жалғыз шамның жарығы Рустамның қатал жүзін сәл ғана нұрландырып тұр. Ол Асқардың бокс қолғабынан тапқан қанға боялған флешканы ноутбукке қосты. Ағасы компьютердің мықты маманы болмаса да, өзіне төнген қауіпті сезіп, барлық дәлелдерді өте мұқият жинаған екен. Экранда бірнеше папка ашылды: қорқыту, қасаптың адамдары, жер құжаттары. Рустам бірінші видеоны қосты. Бұл клубтың сыртындағы бақылау камерасынан алынған жазба еді. Видеода үш дәу жігіттің Асқарды қоршап алып, бірдеңе талап етіп тұрғаны көрінеді. Олардың бірі шашын тақырлап алған, мойнында жуан алтын алқасы бар, бетінде тыртығы бар адам. Ол Асқарды кеудесінен итеріп, қолындағы қағазға қол қоюын талап еткен. Асқар оның қолын қағып жіберіп, қағазды жыртып тастайды. Сол кезде әлгі тыртығы бар адам Асқарға саусағын безеп, қорқытып кетіп қалады. Рустам келесі папканы ашты. Онда Асқардың жазбалары бар екен. Бетінде тыртығы бар адамның лақап аты Бека, ол Қасымның, қасаптың, оң қолы, барлық лас істерін орындайтын жендеті. Менің көлігімнің маңында 2 күн бойы Шақал деген лақап аты бар Марат есімді автомеханиктің жүргенін көрдім. Ол Беканың бұйрығымен көліктерді ұрлап, бөлшектейтін заңсыз шеберхананы басқарады. Менің тежегішімді сол кескеніне сенімдімін. Рустам ноутбукты жапты. Оның көз алдындағы пазл толықтай құрастырылды. Ағасының саусақтарын сындырып, оны азаптаған Бека, ал көлікті өлім машинасына айналдырған тежегішті кескен адам Шақал. Рустам алдымен кімнен бастау керектігін түсінді. Нағыз бастыққа жету үшін алдымен оның төбеттерін жолдан алып тастау керек. Шақалы тізбектің ең әлсіз, бірақ ең маңызды буыны еді. Ол Беканың қайда екенін біледі. Рустам орнынан тұрды. Қара тактикалық формасының сыртынан ұзын қара плашын киді. Оқшашарға толы тапаншасын кеудесіндегі қапшыққа, кобураға сұғып, жауынгерлік пышағын етігінің қонышына жасырды. Ол үйден шыққанда даладағы жаңбыр одан сайын күшейіп, түнгі қаланы қараңғылықпен тұмшалап тастаған еді. Бұл оның ең сүйікті ауа райы, арнайы жасақ тілінде мұны жыртқыштың ауа райы деп атайтын. Кез келген дыбысты, кез келген ізді жаңбыр шайып кетеді. Қараңғы гараждағы қанды ойын. Түнгі сағат 3-те қаланың өнеркәсіптік аймағындағы ескі ангардың ішінде өлі тыныштық орнаған. Бұл Шақалдың заңсыз автошеберханасы. Мұнда ұрланған көліктерді бөлшектеп, бөлшектерін қара нарыққа сататын. Ангардың ішінде музыка баяу ойнап тұр. 2 күзетші кіреберістегі үстел басында сыра ішіп карта ойнап отыр. Ал ішкеріректе үлкен джиптің астында Шақалдың өзі қозғалтқышты бұрап жатты. Ол өздерін өте қауіпсіз сезінетін, өйткені бұл ауданды қасаптың өзі бақылайтын. Мұнда полиция да, басқа қылмыстық топтар да аяқ баспайтын. Кенет ангардың сыртындағы жалғыз прожектор тырсы етіп сөніп қалды. «Ей, Серік, барып қарашы, ана жарыққа не болды?» деді күзетшілердің бірі сырасын жұтып. Серік қолына темір таяғын алып, сыртқы есікке қарай беттеді. Ол ауыр темір есікті сықырлата ашып, жаңбырлы далаға басын сұқты. Ештеңе көрінбейді, лампасы күйіп кеткен шығар деді ол артына бұрылып. Бірақ оның сөзі аяқталмады. Қараңғылықтан суырылып шыққан қара сұлба оның аузын бір қолымен тарс жауып, екінші қолымен желкесіндегі жүйке тамырынан қатты қысып қалды. Серік бір дыбыста шығара алмай, көздері аларып, есінен танып құлады. Рустам оның денесін дыбыссыз ғана бұрышқа сүйреп апарды. Екінші күзетші үстел басында телефонын шұқылап отырған. «Серік, сен қайда кеттің, мал?» Ол орнынан тұрып тапаншасын қолына алды. Оның ішкі түйсігі бірдеңенің дұрыс еместігін сезді. Ол алға қарай 2 қадам жасағанда, төбедегі ілулі тұрған көтергіштің, домкраттың шынжырынан сырғып түскен Рустам оның дәл артынан пайда болды.
Күзетші бұрылып үлгергенше, Рустам оның қару ұстаған қолын қайырып, тізесінен қатты теуіп құлатты. Сосын оның самайынан тапаншаның сабымен бір-ақ ұрды. Күзетші де сұлап түсті. Екі қарулы баскесер небәрі 15 секунд ішінде бірде-бір оқ атылмай, үнсіз залалсыздандырылды. Бұл көше төбелес емес, бұл кәсіби диверсиялық операция еді. Шақалдың ақыры және үрейдің дәмі. Шақал көліктің астынан сырғып шығып, қолындағы майын сүртті. Ол құлаққаппен, наушникпен музыка тыңдап жатқандықтан сыртта не болып жатқанын естімеген еді. Ол орнынан тұрып, үстел жаққа қарады. Күзетшілер жоқ. Жігіттер, қайда кеттіңдер? Ол құлаққабын шешіп алды. Кенет оның арқасында мұздай суық, қатал дауыс естілді. Олар дем алып жатыр. Енді сенің кезегің, Марат. Шақал жалт бұрылды. Оның алдында үсті басынан жаңбыр суы сорғалаған, көздерінде өлімнің көлеңкесі бар, бойы 2 метрге жуық Рустам тұрды. Шақал инстинктпен қолындағы үлкен гайка бұрайтын кілтті, гаечный ключ Рустамның басына қарай сермеді. Бірақ Рустам сәл еңкейіп соққыдан жалтарды да, оң қолымен шақалдың ішінен өкпесін қысатындай етіп ауыр соққы жасады. Шақал ауа жетпей екі бүктеліп қалды. Рустам оның жағасынан шап беріп көліктің капотына бар күшімен лақтырып жіберді. Шақалдың беті темірге соғылып, мұрнынан қан бұрқ ете түсті. Рустам оның арқасынан тізесімен басып, оң қолын қайырып ұстады. Сен тежегіш құбырларын жақсы кеседі екенсің, Шақал, деді Рустам оның құлағына сыбырлап. Даусының суықтығынан Шақалдың төбе шашы тік тұрды. Ал енді маған айтшы, Асқардың көлігіне тиісуге саған кім бұйрық берді? Шақал қорқыныштан дірілдеп кетті. Ол бұл адамның Асқардың бауыры екенін бірден түсінді. Бандиттер оған Асқардың жалғыз бауыры бар екенін, бірақ ол жай ғана бір бейшара екенін айтқан болатын. Олар қатты қателескен еді. Мен ештеңе білмеймін. Жібер мені. Қасап сені тірі қоймайды. Ол сенің теріңді сыпырады, деп бажылдады Шақал, жанұшыра қарсыласып. Рустам оның сөзіне ешбір эмоция білдірмеді. Ол қайырылып тұрған Шақалдың сұқ саусағын ұстады. Ағамның екі саусағы сынған еді. Мен оның қалай ауыратынын саған көрсетпекпін. Мүмкін содан кейін есіңе түсер. Шарт. Рустам оның сұқ саусағын кері қарай қайырып сындырып жіберді. Шақалдың жан түршігерлік айқайы бүкіл аңғарды жаңғыртып жіберді. Ол жылап капотты ұра бастады. Кім бұйрық берді? Деп қайталады Рустам, енді екінші саусағын ұстап. Оның дауысы еш өзгермеген, әлі де бір қалыпты, әлі де қатыгез еді. Бека берді бұйрықты, деп бажылдады Шақал көз жасына тұншығып. Ол маған ақша төледі. Ол Асқардың клубын алғысы келді. Асқар көнбеген соң, Бека оның саусақтарын сындырып қорықпақ болған. Бірақ ол бәрібір берілмеді. Сосын Бека маған тежегішті кесуді бұйырды. Ант етемін, мен тек бұйрықты орындадым. Рустамның көз алдына ағасының азапталған бейнесі келді. Оның жүрегі қан жыласа да, қолы дірілдемеді. Бека қазір қайда? Деп сұрады Рустам, Шақалдың қолын сәл босатып. Ол ертең түнде Метрополь түнгі клубында болады. Ол сол жерде жігіттермен демалады, қасаптың туған күнін тойламақшы. Өтінемін, мені өлтірме. Мен саған бәрін айттым. Рустам оны капоттан жұлып алып, жерге лақтырды. Шақал қалтырап қансырап жатты. Рустам оны өлтірмеді. Өлім ол үшін тым жеңіл жаза болар еді. Оның орнына Рустам Шақалдың екінші қолының да саусақтарын ауыр бәтеңкесімен басып, мыжып тастады. Шақал енді ешқашан қолына бұрауыш ұстап, біреудің көлігін бұзалмайтын болды. Сен тірі қаласың, Шақал, өйткені сен маған пошташы боласың, деді Рустам төбесінен төніп. Ол қалтасынан кішкентай, күміс түсті затты шығарып, Шақалдың қанға боялған қолына ұстатты. Бұл ауған соғысы кезінде Асқардың мойнында тағып жүрген солдат жетоны еді. Оған қан тамған болатын. Мынаны қасапқа апарып бер. Және оған айт, аңшылық басталды. Келесі кезек Бекада, олар бауырластықтың құнын қанмен төлейтін болады. Шақал ауырсынудан есінен танып бара жатып, қара плашты сұлбаның қараңғылыққа қалай сіңіп кеткенін ғана көріп үлгерді. Келесі нысана
Метрополь. Рустам аңғардан шыққанда жаңбыр әлі жауып тұрған. Ол көлігіне отырып, моторын оталдырды. Оның ішкі жан дүниесінде ешқандай жеңілдеу болмады. Бұл тек басы ғана. Ол үлкен соғыстың алғашқы оғын атты. Ендігі нысана Бека ағасының саусақтарын сындырған, оның көзіне тіке қарап тұрып өлімге бұйырған қатыгез жендет. Ертең Метрополь клубында оны үлкен тосынсый күтіп тұр еді. Бандиттер өздерінің ең қорғанысы мықты, қарулы адамдарға толы мекемелерінде өздерін қауіпсізбіз деп ойлайды. Бірақ арнайы жасақ ардагері үшін олардың клубтары жай ғана тиер, ат салаңы болатын. Рустам радионы қосты. Онда қайғылы, баяу әуен ойнап жатты. Ол көлігін түн қойнауына бағыттап қараңғылықпен бірге еріп кетті. Қасап пен оның империясына төнген қара бұлт енді тоқтамайтын еді. Қанды сәлемдеме және тәкаппарлықтың соқырлығы. Таңғы сағат 5. Қаланың ең қымбат ауданындағы зәулім жекежайдың, особняктың кең залында ауыр тыныштық орнаған. Бұл қаладағы қылмыстық әлемнің бейресми қожайыны, лақап аты Қасап, Қасым деп аталатын қатыгез авторитеттің үйі еді. Ол былғары креслода шалқайып, қолындағы қымбат сигарасын бұрқыратып отыр. Оның қасында оң қолы барлық лас істерін атқаратын баскесер бетінде терең тыртығы бар Бека тұр. Есік ашылып, ішке Қасаптың екі күзетшісі сүйреп бір адамда келді. Ол түнде Рустамның қолынан аман қалған, бірақ екі қолының да саусақтары мыж-мыж болып сынған, үсті басы қанға боялған шақал еді. Оны кілемнің үстіне лақтырып тастады. Шақал ауырсынудан ыңырсып, бақаның аяғына қарай еңбектеді. Қасап аға, өтінемін, мені емханаға апарыңдаршы. Ол менің қолдарымды талқандап тастады деп бажылдады ол көз жасына тұншығып. Қасап темекісінің күлін қағып, шақалға жиіркенішпен қарады. Кім істеді мұны? Менің территориямдағы аңғарға басып кіріп, сені малша сабаған кім өзі? Басқа топтың адамдары ма? Шақал басын шайқап, қалтыраған қанды қолымен қалтасының кішкентай, күміс түсті затты шығарып, еденге тастады. Бұл қан тамған ауған соғысы ардагерінің жетоны еді. Ол жалғыз болды, деді шақал ентігіп. Ол адам емес, Қасап аға. Ол нағыз шайтан. Екі қарулы күзетшімді 10 секундтың ішінде үнсіз сұлатып түсірді. Ол баяғы біз өлтірген ауғандықтың бауыр екен. Ол бәрін біледі. Ол мына жетонды сіздерге беріп жіберді. Ол аңшылық басталды, келесі кезек Бекада, деді. Беканың бетіндегі тыртығы тартылып кетті. Ол алға ұмтылып, шақалдың ішінен бар күшімен теуіп қалды. Шақал айқайлап бүктеліп қалды. Сен не оттап тұрсың, есек? Бір ғана бейшарадан қорқып, менің атыма кір келтірмекпісің? Деп бақырды Бека. Ол Қасапқа бұрылды. Қасеке, бұл жай ғана кездей соқтық. Шақалдың күзетшілері мас болған шығар. Ол ауғандықтың бауыры, бір қарапайым жұмысшы деп естідім. Мен оны бүгін ақ тауып, басын кесіп әкелемін. Қасап жетонға ұзақ қарап тұрды. Ол қылмыстық әлемде көпті көрген, қауіпті инстинктпен сезетін адам еді. Оның ішіне бір күдік кірді. Бірақ ол да өз күшіне тым сенімді болатын. Бека, бүгін сенің Метропольдегі туған күнің емес пе? Деді Қасап баяу дауыспен. Ол сені сол жерден іздеп келуі мүмкін. Күзетті 3 есеге көбейді. Егер ол шынымен де сондай батыр болса, өз ажалына өзі келеді. Оны тірідей ұстаңдар. Мен оның терісін тірідей сыпырғанды жақсы көремін. Бека зұлымдықпен жымиды. Уайымдамаңыз, Қасеке, ол клубтан тірі шықпайды. Тактикалық дайындық және жыртқыштың жоспары. Рустам өз саяжайындағы қару-жарақ бөлмесінде отыр. Оның алдындағы үстелде Метрополь түнгі клубының ғимарат сызбасы, чертежі жайылған. Оны ол клуб салынған кездегі құрылыс компаниясының серверін бұзып жүктеп алған еді. Рустам сызбаға мұқият үңілді. Метрополь қарапайым клуб емес. Бұл Қасаптың ақша жуатын, элиталық қонақтар демалатын нағыз бекінісі. Бірінші қабатта үлкен би алаңы, ал екінші қабатта қарулы күзеті бар, оқ өтпейтін әйнекпен қоршалған веб аймақ орналасқан. Бека дәл сол жерде екінші қабатта болады. Алдыңғы есіктен кіру ақымақтық.
Онда металл іздегіштер мен ондаған қарулы оққағарлар тұр. Рустам арнайы жасақта диверсиялық шабуылдарды жоспарлаудың хас шебері болған. Ол ғимараттың әлсіз тұсын тапты, желдеткіш жүйесі, вентиляция және қосалқы электр генераторы орналасқан шатыр. Ол өзінің жарақтарын тексерді. Дыбыс басқышы бар вал автоматы, 2 тапанша, түтін шашкалары, жарық шулы анарлар, светошумовая граната және өзінің ең сенімді қаруы, қара жүзді тактикалық керамет пышағы. Рустам киімінің сыртынан қарапайым қара күртеше киіп қаруларын ішіне жасырды. Оның көздері түпсіз тұңғиықтай суық, ал жүрегіндегі кек оты жанартаудай лаулап тұрды. Мен келе жатырмын, аға, деп сыбырлады ол іштей. Метропольдегі үрейлі түн. Түнгі сағат 2. Метрополь клубының ішінде музыка жер жарады. Жүздеген адамдар би алаңында секіріп, неон жарықтары көзді қарықтырады. Екінші қабаттағы веб-залда Бека өзінің туған күнін тойлап жатты. Дастархан үстінде қымбат виски, айналасында сұлу қыздар мен оның 6 қарулы оққағары бар. Бека өзін патшадай сезініп қарқылдап күліп отыр. Ол шақалдың айтқан сөздерін әлдеқашан ұмытып кеткендей. Осындай күзеттің ортасына кіруге ешкімнің жүрегі дауламайды деп ойлады ол. Бірақ клубтың шатырында нөсерлеп жауған жаңбырдың астында қара көлеңке үнсіз ғана әрекет етіп жатты. Рустам ғимараттың төбесіне көршілес ғимараттан арқан арқылы өтіп алған еді. Ол қосалқы электр қалқанын, щитокты ашып, екінші қабаттың, яғни веб аймақтың ғана жарығын беретін кабельдерге арнайы құрылғы орнатты. Содан кейін ол желдеткіш құбырының торын бұрап ашып, ішіне 2 түтін шашкасын, дымовая шашка, тастады. Веб залда Бека стақанын көтеріп тост айтпақшы болып жатқан. Кенеттен залдағы барлық жарық тырс етіп сөніп қалды. Тек қабырғалардағы күңгірт қызыл авариялық шамдар ғана жыпылықтай бастады. Төмендегі бірінші қабатта музыка әлі де ойнап тұрды, бірақ екінші қабат толықтай оқшауланып түнекке батты. Бұл не бәле? Кім жарықты өшірді? Деп бақырды Бека орнынан атып тұрып. Қыздар қорқып шырқырай бастады. Осы кезде төбедегі желдеткіш торларынан қою, сұр түтін бұрқырап ішке кіре бастады. Түтіннің иісі қолғаны қауып, адамдар жөтеле бастады. Тынышталыңдар, деп айқайлады Беканың бас күзетшісі, тапаншасын суырып алып. Есікті жабыңдар. Қыздарды бұрышқа апарыңдар. Екеуің дәлізге шығып, генераторды тексеріңдер. Тез. 2 қарулы күзетші тапаншаларын алға тосып, веб-залдың ауыр темір есігін ашып, қараңғы дәлізге шықты. Олардың қолшамдары, фонарьлары түтіннің ішінде әрең көрінетін. Ештеңе көрінбейді. Бұл өрт пе, әлде біреу әдейі істеді ме? Деді біреуі жөтеліп. Олар алға қарай 2 қадам жасады. Кенет дәліздің төбесіндегі қараңғылықтан бір көлеңке үнсіз төменге сырғып түсті. Күзетшілердің бірі артына бұрылып үлгергенше, Рустам оның аузын қолымен тарс жауып, мойнынан қатты қысып ауаға көтеріп тастады. Жігіт бір дыбыста шығара алмай, тұншығып иесінен танып құлады. Екінші күзетші бірдеңені сезіп артына жалт бұрылды. Нұрлан, сен қайда? Оның сөзі үзіліп қалды. Түтін ішінен суырылып шыққан Рустамның қолындағы дыбыс басқышы бар автоматтан пух деген әлсіз дыбыс шықты. Ол күзетшінің дәл иығына тиіп, ол қаруын түсіріп алып, ауырсынудан ыңырсып қабырғаға құлады. Рустам оның қасына найзағайдай жетіп, желкесінен тапаншаның сабымен бір-ақ ұрып, үнін өшірді. 2 кәсіби оққағар небәрі 5 секундтың ішінде жойылды. Қанды бөлме және әділеттілік соққысы. Веб-залдың ішінде Бекамен қалған 4 күзетші есікке қаруларын кезендіріп, демдерін ішіне тартып күтіп тұрды. Сырттан ешқандай дыбыс шықпайды. Тек бірінші қабаттан естілген музыканың гүрілі ғана. Нұрлан, Қанат, жауап беріңдер, деп бақырды бас күзетші рациясына. Бірақ рациядан тек ысылдаған дыбыс қана естілді. Рустам байланыс толқындарын басатын глушилка қосқан еді. Беканың маңдайынан суық тер бұршақтап ақты. Шақалдың айтқан сөздері енді оның миында қорқынышты жаңғырық болып қайталанды. Ол адам емес. Ол шайтан. Кенет веб-залдың ауыр есігі баяу сықырлап ашылды. Ішке қою түтін кірді. Атыңдар, деп бажылдады Бека есінен ауысқандай. 4 күзетші есікке қарай оқ жаудыра бастады.
Бөлме іші оқ дәрінің иісіне толып, құлақ тұндыратын күрсілдер естілді. Олар оқ жатарлары, магазиндері босаған жатты. Түтін сәл сейілгенде есіктің алдында ешкім жоқ екенін көрді. Олар бос ауаға атқан еді. Осы кезде бөлменің екінші жағындағы желдеткіш торы орналасқан қабырғадан үлкен тарс еткен дыбыс шықты. Рустам есіктен емес, желдеткіш шахтасы арқылы бөлменің дәл ішіне, олардың ту сыртынан түскен болатын. Бас күзетші бұрылып үлгергенше, Рустамның автоматынан шыққан 3 оқ оның тізесі мен қару ұстаған қолын жұлып түсті. Қалған 3 күзетші үрейленіп қаруларын бұрмақшы болды. Бірақ Рустамның қимылы адам сенгісіз жылдам еді. Ол автоматты тастай салып, қолындағы керамбит пышағымен алға атылды. Бұл арнайы жасақтың қоян қолтық ұрыстағы ближний бой ең қатыгез тактикасы болатын. Ол бір күзетшінің қолын қайырып, пышақтың сабымен самайынан ұрды. Екіншісінің кеудесінен теуіп, шыны үстелдің үстіне лақтырып жіберді. Үшіншісі тапаншасын кезеп үлгергенде, Рустам оның қолынан шап беріп, қаруды жоғары қарай бағыттап атып жіберуіне мәжбүр етті де, оның шынтағын сындырып тастады. Бөлме іші қан мен қираған жиһаздарға толды. Небәрі 20 секундтың ішінде 6 қарулы баскесерден құралған күзет тобы толықтай тасталған болды. Көзбе көз ағаның қаны үшін. Бөлмеде тек Бека ғана аяғында тік тұрды. Қыздар үрейден естерінен танып бұрышта бұғып жатыр. Беканың қолында Макаров тапаншасы бар, бірақ оның қолдары қалтырап, тапаншаны дұрыс ұстай алмай тұрды. Ол өмірінде талай адамды қорқытып, ұрып соққан. Бірақ дәл қазір оның алдында тұрған қара киімді, қанға боялған сұлба оған нағыз ажалдың өзіндей көрінді. Рустам баяу қадаммен Бекаға жақындады. Ол қолындағы қанды пышағын белдігіне сұғып, 2 қолын төмен түсірді. Ол қарусыз еді. Ат деді Рустам мұздай суық дауыспен. Егер батылдығың жетсе, ат. Бека жанұшыра айқайлап шүріппені басты. Тақ, тақ, тақ. Оқтар Рустамның кеудесіне тиді, бірақ ол құлаған жоқ. Оның үстіндегі ең жоғары класты тактикалық бронежилет оқтарды кері серпіп тастады. Рустам тіпті қадамын баяулатқан жоқ. Ол тоқтаусыз алға жылжып келе жатты. Бека тапаншаның оғы таусылған жатты. Шарт, шарт. Қару босат. Оның көзіндегі үрей шегіне жетті. Ол тапаншаны лақтырып тастап, есікке қарай қашпақ болды. Бірақ Рустам оның жағасынан шап беріп, ауаға көтеріп алды да қабырғаға бар күшімен лақтырды. Бека ауыр соққыдан ыңырсып, еденге сырғып түсті. Рустам оның үстіне төніп келіп, Беканың жағасынан бір қолымен ұстап, жоғары көтерді. Сен менің ағамды өлтірдің, деді Рустам, әрбір сөзін шегелеп. Оның даусында ешқандай айқай жоқ, тек жан төзгісіз ауыр қаһар бар еді. Ол бізге кедергі болды. Біз жай ғана бизнес жасамақшы болдық. Ол өзі кінәлі. Деп бажылдады Бека, қан түкіріп. Рустамның көз алдына Асқардың мейірімді жүзі, оның бокс клубында балаларды қалай жаттықтырғаны елестеді. Ол сендерге кедергі болған жоқ. Ол адамдарды сендер сияқты паразиттерден қорғады. Ал сен оның саусақтарын сындырып, тірідей жағып жібердің. Рустам Беканың оң қолын ұстап, оны тізесіне қойды. Ағам қатты қиналды ма? Деп сұрады Рустам көзіне тіке қарап. Бека қорқыныштан өкіре бастады. Жоқ, жібер мені. Шарт. Рустам Беканың білегін тізесіне қойып, бар күшімен сындырып жіберді. Сүйектің сынған дыбысы мен Беканың жан түршігерлік айқайы бөлмені жаңғыртты. Ол жалынды ма? Деп жалғастырды Рустам, енді Беканың екінші қолын ұстап. Өтінемін. Қасап саған не қаласаң соны береді. $1 миллион. Тек мені өлтірме. Бека шыңғырып көз жасына тұншықты. Оның тәкаппарлығынан, қатыгездігінен түкте қалмаған еді. Ол жай ғана қорқақ, бейшара етке айналды. Менің ағамның өмірін сенің лас ақшаң сатып ала алмайды, деді Рустам. Ол Беканың екінші қолында сындырып тастады. Бека есінен танып қала жаздады, оның көздері аларып кетті. Рустам оны өлтіруге асықпады. Ол қалтасынан кішкентай, күміс түсті зиппо оттығын шығарды. Бұл Асқардың Ауғанстаннан әкелген естелік оттығы еді. Ол оттықты тұтатып Беканың көз алдына келді. Сен оны тірідей жақтың.
Кет дегеніміз әділеттіліктің ең таза формасы, деді Рустам. Ол үстел үстіндегі шашылып жатқан жоғары градусты қымбат вискиді Беканың үстіне шашып жіберді. Бека не болайын деп жатқанын түсініп көздері шарасынан шықты. Жоқ, жалынамын. Жоқ. Рустам жанып тұрған оттықты Беканың үстіне тастады. Спиртке малынған киім бір секундта лаулап жанды. Беканың шыңғырған дауысы веб-залды тозақтың бөлмесіне айналдырды. Рустам оның жанып жатқанына ешбір эмоциясыз, мұздай суық көзбен қарап тұрды. Оның жүрегіндегі жара бұдан жазылмаса да әділеттіліктің бір бөлшегі орындалған еді. Рустам бұрылып терезеге қарай жүрді. Ол шыныны орындықпен ұрып сындырды да төмендегі қараңғылыққа қарай секіріп көзге ілінбей жоғалып кетті. Бөлмеде тек жанып жатқан жендет пен үрейге булыққан күзетшілердің ыңырсыған дауысы ғана қалды. Қасаптың үрейі. Таңертең қасап өзінің жекежайында таңғы ас ішіп отырған. Оның телефоны безілдеп қоя берді. Қоңырау шалған оның қаладағы басты полиция бастығы, сыбайлас еді. Қасым. Бұл сұмдық, деді полиция бастығының дауысы дірілдеп. Метропольдегі веб-зал қанды қасап айналыпты. 6 ең мықты күзетші мүгедек болып ауруханада жатыр. Ал Бека. Оның денесі толықтай жанып кеткен. Оны тану мүмкін емес. Қасаптың қолындағы кофе құйылған шынаяқ еденге түсіп шашылып қалды. Ол өмірінде бірінші рет шынайы, жануарлық үрейді сезінді. Ол адам. Ол сонда нені қалайды? Деп бақырды қасап үстелді ұрып. Ол Беканың денесіне бір хат қалдырып кетіпті. Пышақпен қадап қойған. Онда оң қол кесілді. Енді кезек бастың өзінде. Мен сенің артыңнан келе жатырмын, қасап, деп жазылған. Қасым Қаш. Ол адам емес. Ол сенің бүкіл империяңды жалғыз өзі құртып жатыр. Телефон өшіп қалды. Қасап қалтырап терезеге қарады. Күзгі жаңбыр әлі жауып тұрған еді. Ол енді өзінің аңшы емес, жай ғана бұрышқа тақалған жемтік екенін түсінді. Ардагердің кегі енді оның есігін қағуға дайындалып жатты. Қасаптың қорғанысы, жалдамалылар армиясы. Метрополь клубындағы сұмдық қырғыннан кейін қаланың қылмыстық әлемі дүр сілкінді. Өзін осы қаланың теңдессіз қожайыны сезініп келген қасап енді өз үйінің терезесінен қарауға қорқып қалған еді. Оның зәулім жекежайы, особняк, қала сыртындағы биік дуалмен қоршалған, қауіпсіздік камераларына толы нағыз бекініс болатын. Бірақ қазір бұл бекініс оған қорған емес, алтын тор сияқты көрінді. Қасап кәдімгі көше бұзақылармен бұл елесті тоқтата алмайтынын түсінді. Ол шұғыл түрде өзінің ең соңғы, ең қымбат резервін Барс лақап атымен белгілі бұрынғы әскери жалдамалылар тобын шақыртты. Барс пен оның 20-ға жуық жігіті ыстық нүктелерде, соғыс аймақтарында болған, ақша үшін кез келген адамды өлтіруге дайын кәсіби қаншерлер еді. Жекежайдың кең залында қасап сейфінен бума долларды шығарып үстелге лақтырды. Мынау алдын ала төлем. Егер мына ауғандықтың бауырын бүгін түнде өлтірсеңдер, үстінен тағы осынша қосамын, деді қасап ентігіп. Оның көзіндегі ұйқысыздық пен үрей айқын көрініп тұрды. Барс ұзын бойлы, беті тыртыққа толы, суық қанды адам ақшаға қарап мысқылдап күлді. Уайымдамаңыз, Қасеке, ол жай ғана жалғыз адам ғой. Біз мұндай батырларды Африкада да, Сирияда да талай көргенбіз. Менің адамдарым периметрді толық бақылауға алды. Аулаға термовизорлар, жылу көретін камералар орнаттық. Егер ол бұл жерге жақындаса, електей тесіліп өледі. Қасап виски құйылған стақанды қалтыраған қолдармен аузына апарды. Ол Барстың сөзінен сәл де болса жұбанғандай болды. Ол Беканы тірідей өртеп жіберді. Шақалдың саусақтарын мыжып тастады. Бұл адам емес. Сақ болыңдар, деп сыбырлады ол. Үнсіз ажалдың дайындығы. Қасаптың жекежайынан 1,5 шақырым қашықтықта, қарағайлы орманның ішіндегі кішкене төбешікте Рустам жаңбыр астында қимылсыз жатты. Оның үстінде орманмен бірігіп кететін арнайы маскировкалық лешей костюмі бар. Ол жердегі суға, ызғарлы желге мүлдем назар аударған жоқ. Оның бар зейін алдындағы Винторес, арнайы үнсіз ататын мергендік винтовка, қаруының оптикалық көздеуішінде еді. Винтовканың түнгі және жылу көретін тепловизор,
Оптикасы қасаптың бекінісін алақандағыдай көрсетіп тұрды. Рустам аулада патрульдеп жүрген қарулы адамдардың санын есептеді. 22 адам. Автоматтармен, рациялармен жабдықталған. Камералар ауланың әр бұрышын айналып тұр. Бұлар кәдімгі бұзақылар емес. Бұлар жалдамалылар деп іштей түйді Рустам олардың жүріс-тұрысына, қару ұстау мәнеріне қарап. Бірақ ол үшін нысананың кім екені маңызды емес. Олар ағасының өліміне тапсырыс берген адамды қорғап тұр. Демек, олардың бәрі жау. Рустам желдің бағытын, жаңбыр тамшыларының тығыздығын есептеп, винтовканың баптауларын, поправкаларын реттеді. Оның жүрегі минутына 60 рет қана өте бір қалыпты соғып тұрды. Бұл Ауғанстандағы ең қауіпті мергендерді дайындайтын мектептің жемісі еді. Ол тікелей шабуыл жасаудың өзін-өзі өлтірумен тең екенін біледі. Сондықтан ол ең тиімді тактиканы психологиялық үрей мен көрінбейтін өлім тактикасын таңдады. Түнгі аңшылық және алғашқы оқ. Жекежайдың батыс қақпасында 2 жалдамалы темекі тартып тұрды. Олар қалжыңдасып, өздеріне ешкім шабуыл жасай алмайды деген сеніммен босаңсып кеткен. Бір ғана шал үшін осыншама дайындық жасау ақымақтық қой. Қасаптың есі дұрыс емес шығар деді біреуі күліп. Ақшасын төлеп жатқан соң тұра береміз да. Келсе басына бір оқ, екіншісі сөзін аяқтап үлгермеді. Шш! Жаңбыр дыбысына сіңіп кеткен өте бәсең, сылдаған үн шықты. Сөз сөйлеп тұрған екінші жалдамалы кенеттен темекісін түсіріп алып, ауырсынудан дыбыс та шығара алмай тізесіне құлады. Оның оқ-тұмсығы, бронежилеті қорғамаған жерінен, дәл мойнынан арнайы дыбыссыз оқ тесіп өткен еді. Бірінші жалдамалы не болғанын түсінбей, досына қарап еңкейді. Ей, Нұрлан, саған не болды? Шш! Екінші оқ оның оң жақ иығын талқандап өтті. Жігіт баж етіп жерге құлап, рациясына жармасты. Снайпер! Батыс қақпада снайпер бар. Ол бізді атып жатыр. Рациядан барыстың ашулы дауысы естілді. Қай жақтан атып жатыр? Бағытын айтыңдар. Жарықтарды қосыңдар. Бүкіл бекіністің ауласындағы қуатты прожекторлар қосылып, айналаны күндізгідей жарық қылды. Жалдамалылар бетон дуалдардың артына тығылып, айналаға оқ жаудыра бастады. Бірақ олар кімге, қай жаққа атып жатқандарын білмеді. Рустам 1,5 шақырым жердегі қараңғы орманда мүлдем көрінбейтін позицияда жатқан болатын. Оның винторезінен шыққан оқтың жарқылы да, вспышка дыбысы да жоқ еді. Шш! Үшінші оқ шатырдағы прожекторды тас-талқан етті. Шш! Төртінші оқ ауланың ортасында жүгіріп бара жатқан жалдамалының аяғын жұлып түсті. Ол бізді көріп тұр. Шегініңдер. Үйдің ішіне кіріңдер. Деп бақырды Барыс. Нағыз паника басталды. Кәсіби жалдамалылар өздерінің көрінбейтін жауға қарсы түк істей алмайтындарын түсініп, ғимаратқа қарай қаша бастады. Рустам оларды әдейі өлтірмеді, ол тек қол-аяқтарын жаралап, олардың айқайлаған дауыстары арқылы іштегі қасаптың үрейін 100 есе арттырмақ болды. Қамалға кіру, елестің қадамы. Жалдамалылар үйдің ішіне тығылып, сыртқа аула босап қалған сәтте, Рустам өз позициясынан баяу көтерілді. Ол винтовкасын арқасына асып, төбеден төмен қарай бекініске бағыт алды. Қасаптың кабинетінде жағдай ушығып тұрған еді. Қасап терезенің артына тығылып, басын ұстап отыр. Сендер маған оны үйге жақындатпаймыз деп едіңдер ғой. Деп бажылдады ол Барысқа. Барыс тістерін қайрап, автоматын оқтап жатты. Ол кәсіби снайпер. Бірақ ол ішке кірмейді. Ішке кірсе, ол біздің аумаққа түседі. Барлық терезелер мен есіктерді жабыңдар. Оған осында тығылып отырып жауап береміз. Бірақ Барыс тағы да қателескен еді. Рустам бекіністің артқы камералар аз қамтитын жағына келді. Ол дуалдан асып түсу үшін арнайы жабдықты қолданған жоқ. Ол ғимараттың электр желісі тартылған бағанамен мысықша өрмеліп, екінші қабаттың балкон торына жармасты. Ол терезені сындырған жоқ. Оның орнына әйнек кесетін арнайы гауһар тасты құрылғымен терезенің шетін үнсіз дөңгелетіп кесіп, ішке қарай баяу сырғытып кіргізді. Рустам қасаптың бекінісіне, яғни арыстанның апанына үнсіз кіріп алды. Ол екінші қабаттың қараңғы дәлізінде келе жатқанда, бұрыштан 2 қарулы жалдамалы шыға келді. Олар сыртты бақылап, екінші қабатты күзетіп жүрген.
Рустам қараңғылықта олардың көлеңкесін бірінші болып байқады. Ол автоматтан оқ атпады, дәліздегі оқ атысы бүкіл үйді оятар еді. Рустам қалтасынан 2 ауыр тактикалық пышақты суырып алды. 1 секундтық кідіріссіз ол 2 пышақты 2 жалдамалыға қарай лақтырды. Пышақтар ауада ысқырып ұшып, 2 күзетшінің де дәл оң жақ бұғаналарына, иықтарына қадалды. Олар қаруларын түсіріп алып, ауырсынудан ыңырсып қабырғаға сүйенді. Рустам найзағайдай жетіп, екеуінің де желкесінен ұрып, үнсіз сұлатып түсірді. Ол күзетшілердің бірінің рациясын қолына алды. Үрейдің үні. Бірінші қабатта Барыс пен Қасап есікке қаруларын кезеніп, сырттан келетін шабуылды күтіп отырған. Кенет Барыстың рациясынан сыбдыр естілді. Екінші қабат, жағдай қалай? Деп сұрады Барыс рациямен. Бірнеше секундтық өлі тыныштықтан кейін рациядан бұрынғы күзетшінің емес, мұздай суық, қатал дауыс жаңғырып шықты. Екінші қабатта ешкім қалған жоқ, Барыс, ал сенің жігіттерің өз ақшаларын ақтай алмады. Қасаптың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол үрейлене төбеге, екінші қабатқа қарады. Бұл елес сырттағы орманда емес, олардың төбесінде, дәл өз үйінің ішінде жүрген еді. Қасап деді, Рустамның дауысы рациядан, Асқардың қаны үшін есеп беретін уақыт келді. Мен төмен түсіп келемін. Барыс рацияны лақтырып жіберіп қалған адамдарына айқайлады. Баспалдаққа. Бәрін баспалдаққа. Ол жоғарыда. Атқылаңдар. Бірақ олар баспалдаққа қарай ұмтылған сәтте, жоғарыдан түтін шашкасымен жарық шула, нар, граната төменге қарай домалап түсті, жарылыс және түтін ішіндегі бей. Баспалдақпен домалап түскен жарық шула нардың, гранатаның, темірге тиген сыңғыр еткен дыбысы бірінші қабаттағы жалдамалылар үшін ажалдың қоңырауындай естілді. Барыс оның не екенін бірден түсінді. Көздеріңді жабыңдар. Жерге жатыңдар. Деп бажылдады ол. Бірақ кешеді. Гүрс. Көз қарықтыратын аппақ жарқыл мен құлақ пердесін жыртып жіберердей қатты дыбыс толқыны бірінші қабаттың холын жайпап өтті. Жалдамалылардың көздері соқыр болып, құлақтарында тек шыңылдаған үн қалды. Олар қаруларын жан-жаққа сермеп, тепе-теңдіктерін жоғалтып, бір-біріне соғыла бастады. Дәл осы хаостың ортасына екінші қабаттан Рустам секіріп түсті. Оның бетіндегі газ тұтқыш, противогаз пен қараңғыда көретін тактикалық көзілдірігі оны бұл тозақтан толық қорғап тұрған еді. Қою сұр түтін бүкіл залды басты. Рустамның қолындағы вал автоматы үнсіз жұмыс істей бастады. Пух, пух, пух. Ол оқтарды босқа шашпады. Әрбір оқ дәл нысанаға, жаудың қару ұстаған қолына, иығына немесе тізесіне тиіп жатты. Ол бұзақыларды емес, кәсіби жалдамалыларды залалсыздандырып жатқанын білгендіктен, олардың қайта тұруына ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Бір жалдамалы түтін ішінен Рустамның сұлбасын байқап қалып, автоматын кеземек болғанда, Рустам найзағайдай жылдамдықпен оған жетіп барып, автоматтың ұңғысын жоғары қағып жіберді де, қолындағы пышақтың сабымен оның самайынан ұрды. Жігіт тарс етіп еденге құлады. Екіншісі арқасынан қанжармен ұмтылғанда, Рустам сәл бұрылып, оның қолын қайырып, өз қаруымен өзінің аяғына ұруға мәжбүр етті. Небәрі 20 секундтың ішінде оннан астам жалдамалы еденде қансырап, ыңырсып жатты. Олар әртүрлі соғыстарда болған, бірақ мұндай суыққанды, мінсіз соғыс машинасымен ешқашан кездеспеген еді. Кәсібилердің жекпе-жегі Барыс пен елес. Түтін сәл сейіле бастағанда бұрышта тығылған Барыс есін жиды. Ол өз жігіттерінің бәрінің сұлап жатқанын көріп, ішіндегі ашу мен тәкаппарлығы оянды. Ол қарапайым бұзақы емес, арнайы дайындықтан өткен жалдамалылар командирі еді. Ол автоматын тастап, белінен ұзын жауынгерлік мачетесін, үлкен тактикалық пышақ суырып алды. Сен менің жігіттерімді қырдың деп ырылдады Барыс түтін ішінен шығып. Оның көздері қанталап кеткен. Сен кім болсаң да, ауғанда алған медальдарың бұл жерде саған көмектеспейді. Рустам оған қарай баяу бұрылды. Автоматын арқасына асып, өзінің қара жүзді керамбитін қолына алды. Мен медаль үшін келген жоқпын, деді Рустам мұздай дауыспен. Ол газ тұтқышын шешіп тастады. Оның көздерінен Барыс нағыз өлімнің тұңғиығын көргендей болды. Мен ағамның қаны үшін келдім.
Ал сендер оны ақша үшін сатқан итсіңдер. Барыс айқайлап алға атылды. Мачете ауаны тіліп өтіп, Рустамның басын көздеді. Бірақ Рустам сәл еңкейіп, соққыдан жалтарды да, Барыстың ішінен бар күшімен теуіп жіберді. Барыс артқа қарай ұшып түсіп, қайтадан аяққа тұрды. Ол өте мықты қарсылас еді. Ол пышағын сермеп, Рустамның сол жақ қолын сәл тіліп кетті. Рустам ауырсынуды сезбегендей, көз ілеспес жылдамдықпен қарсы шабуылға көшті. Ол Барыстың кезекті соққысын блоктап, оның мачете ұстаған қолын білегінен қатты ұстап, бұрап жіберді. Сүйектің сытырлаған дыбысы шықты. Барыс ауырсынудан айқайлап жіберген сәтте, Рустам оның тізесінен қатты теуіп, буынын сындырып жіберді. Барыс тізерлеп құлады. Мачетесі қолынан түсіп кетті. Оның тәкаппарлығы толығымен сынған еді. Рустам оның үстіне төніп келіп, керамбитін Барыстың тамағына тақады. Сен ақша үшін соғысасың. Ал мен қан үшін соғысамын. Бұл айырмашылық сендерді әрқашан жеңіліске апарады, деді Рустам. Ол Барысты өлтірмеді. Оның орнына пышақтың сабымен Барыстың шүйдесінен, желкесінен ұрып, есінен тандырып тастады. Жалдамалылардың командирі еденде қанға боялып жатты. Енді қасаптың ешқандай қорғанысы қалмаған еді. Қасаптың бункері және үзілген үміт. Осы уақытта қасап бірінші қабаттың түкпіріндегі өзінің жасырын бункеріне, қауіпсіздік бөлмесіне қашып кіріп үлгерген болатын. Бұл бөлменің қабырғалары қалың бетоннан, ал есігі 20 сантиметрлік титан қоспасынан жасалған. Ол есікті ішінен электронды құлыппен жауып, бұрыштағы үстелге барып отырды. Оның қолдары қалтырап, демі жетпей жатты. Ол бөлмедегі мониторлардан сыртта не болып жатқанын көріп отырған. Оның ең қымбат, жеңілмейтін жалдамалыларының бір ғана адамнан қалай таяқ жеп, сұлап жатқанын көргенде, оның миы бұған сене алмады. Қасап үстелдегі спутниктік телефонды жұлып алып, қаладағы ең жоғары лауазымды полиция бастығына, өзінің кіршасына қоңырау шалды. Алло, Сәкен, тез арада маған арнайы жасақты спецназ жібер.